Сәлем оқушым, 8 сыныптың алгебрасы 9-да 5 есепті шығаратын боламыз. Есептің шарты бойынша берілген квадрат үшмүшелердің түбірлерін табыңдар дейді. Бұл жерде әрбір үшмүшені нөлге теңестіріп алып, кәдімгі квадрат теңдеу түріне келтіріп барып, одан кейін оның түбірлерін анықтайтын боламыз. Сонымен біріншісі берілгені минус 3х-тің квадраты плюс 6х плюс 18 тең нөлге. Егер байқайтын болсақ, барлық алдында тұрған коэффициенттерін, яғни бос мүшесін минус 3-ке бөліп тастауға болады. Ортақ минус 3-ке бөлінеді бәрі. Сонда болады x-тің квадраты минус 2x минус 6 тең нөлге. Яғни минус 3-ті 3-ке бөліп жерді x квадраттың алдындағы коэффициент 1-ге тең болып кетті. 6-ны минус 3-ке бөлдік, x-тің алдындағы коэффициент минус 2-ге тең болды. Және бос мүшеміз 18-ді минус 3-ке бөлген кезде минус 6-ға тең болды. Міне осылайша квадрат теңдеуге келтіріп алдық. Ары қарай дискриминант есептейтін болсақ, 4 азайтылған 4 көбейту 1 көбейту минус 6. Бірден формулаға қойып кеттім. Сонда 4 плюс 24 тең болады 28-ге. Ал біз 28-ді былай жазуға болады. Егер түбірге алып жазатын болсақ, 28-ді біз 4 көбейту 7 түрінде жазуға болады. Осыдан 4-ті түбірде шығаратын болсақ 2-ге тең, яғни түбір асты 7. Бұл деген сөз 28 дегеніміз 2 түбір асты 7-нің квадраты деген мағынаны береді. Оны түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ал енді ары қарай x1 мен x2-ні анықтаймыз. Бірінші және екінші түбірлерін. 2 азайту 2 түбір астында 7, бірден жазып кетеді. Бөлімінде 2. Осы жерден алымнан 2-ні ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығаратын болсам, жақшаның ішінде қалады 1 азайту түбір астында 7. Бөлімінде 2. Мына екілерді қысқартып тастауға болады, сонда 1 азайту түбір астында 7 деген түбірді аламыз. Екінші 2 қосу 2 түбір астында 7 бөлімінде 2. Тең болады, 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз, 1 қосу түбір астында 7 бөлімінде 2. Екілерді қысқартамыз, сонда 1 плюс түбір астында 7-ге тең болады. Демек есептің шешімі 1 азайту түбір астында 7, бұл бірінші түбірі, және 1 қосу түбір астында 7, бұл екінші түбірі. 10х-тің квадраты плюс 3х минус 18 тең 0-ге. Бұдан дискриминант 3-тің квадраты 9, азайтылған 4 көбейту 10, көбейту минус 18. Тең болады 9 плюс 4, 10, 18-дің көбейтіндісі 720-ға тең. Қосындысы 729, ал бұл бізде 27-нің квадраты. Осыдан бірден бірінші, екінші түбірлерін анықтауға болады. X-тің біріншісі минус 3 көбейту минус 27 бөлімінде 2 көбейту 10. А коэффициенті 10-ға тең. Минус 3 минус 27 минус 30-ды береді. 2 мен 10-ның көбейтіндісі 20-ны береді. Минус 30-ды 20-ға бөлетін болсақ, минус 1,5-ге тең. Екіншісі минус 3 плюс 27 бөлімінде 20. Минус 3-ке 27-ні қосамыз 24-ге тең болады. Оны 20-ға бөлеміз. 24-ті 20-ға бөлсек 1,2-ге тең. Есептің жауабы минус 1,5 және 1,2. Сұрақтар бойынша комментарийге қалдырамыз. Келесі. Үшіншісі минус 2х-тің квадраты плюс 9х 8 тең 0-ге. Дискриминант 81 азайтылған 4 көбейту минус 2 көбейту минус 8. 81 азайту 4, 2, 8-дің көбейтіндісі 64-ге тең. Тең болады 17-ге. 17 ешқандай да санның квадраты емес. Демек, бұл деген сөз түбір асты 17-нің квадраты деген мағынаны береді. Формулаға келгенде x1, x2-ні анықтаған кезде бірден түбір асты 17-ні жазып кете саламыз. x1 тең болады минус 9 минус түбір астында 17 бөлімінде 2. x2-ші түбірі тең болады минус 9 плюс түбір астында 17 бөлімінде 2. Ол осы бойынша қалады, себебі ары қарайда ықшамдап есептеуге мүмкін емес бұл есепті. Демек, есептің шешімдері бірінші түбірі осы, екінші түбірі осы. Төртіншісі минус 4-тен 1 x-тің квадраты плюс 7x минус 2 тең 0-ге. Дискриминант есептейміз. 49 7-нің квадраты минус 4 көбейтілген минус 4-тен 1 көбейтілген минус 2. Мына жерде 4-терді қысқартып тастаймыз, сонда не қалады? 49 азайтылған 2
Бұл 47-ге тең. Ал 47 дегеніміз ол түбір астында 47-нің квадраты. X1-ді анықтаймыз. Минус 7 минус түбір астында 47 бөлімінде 2 көбейту минус 4-тен 1. Осы жерде мына 2 мен 4-ті қысқартып тастайтын болсақ, бізде не қалады? Минус 7 минус түбір астында 47 бөлімінде минус 2-ден 1 деген қалады. Егер бөлшектің бөлімінде бөлшек сан тұратын болса, ол кезде бөлімінде тұрған санды алымны көбейту етіп шығарып тастауға болады ереже бойынша. Сонда бізде мына түрдегі өрнегіміз 14 плюс 2 түбір астында 47 түріне келеді. Яғни біз мына берілген алымындағы өрнекті минус 2-ге көбейтіп тастадық. Түсінікті, егер сұрақ болса, қойыңыздар, жауап беремін. X2 минус 7 плюс түбір астында 47 бөлімінде минус 2-ден 1. Тура сондай. Тек аны алдында плюсы бар. Сонда болады 14 минус 2 түбір астында 47.